Саламатсыздар ма? Қазір біз сіздермен осындай тез дайын болатын пиццаны дайындаймыз. Алдымен бір ыдысымызға ұнымызды салып, үстіне маргаринімізді салып, жақсылап бұқалап аламыз. Жақсылап бұқалап болған соң үстіне тұз, разрыхлитель салып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Осылай құрғақ массамыздың ортасын шамалы ашып жіберіп, үстінен айранымызды қоямыз. Айранымызды аз-аздан құйып барамыз. Мен жарты айранымызды құйып алып, қалған айранымызды қостым. Себебі қою айран болса, шамалы аздау айран кетеді. Айранымыз сұйық болса, көбірек айран кетуі мүмкін. Сондықтан өздеріңіз шамалап құйыңыздар. Менде шамамен 400 мл айран кетті. Мұны осылай жұмсақ қамыр шығуға қажет. Енді ішіне салынатын салмаларымызды турап дайындап аламыз. Сосискамызды осылай шеңбер формада етіп турап аламыз. Шұжығымызды осылай соломка етіп турап аламыз. Қызанақтарымызды да дәл осындай шеңбер етіп турап дайындап қоямыз. Енді тынған қамырымызды алып, 3 бөлікке бөлеміз. 2 бөлігіміз шамалы кішілеу, 1 бөлігіміз үлкендеу болады. Кіші бөліктерімізді домалақтатып зуала етіп аламыз, ал 3-ші бөлікті ондай зуала етудің қажеті жоқ, кәдімгідей 4-5 осы форма күйінше жайып кете бересіздер. Осындай шеңбер формада етіп, кіші зуаламызды жайып алдық та, кетчуп пен майонезімізді бір пакетке салып алып, осындай етіп пиццамыздың үстіне сүріп шығамыз. Осындай сосискаларымызды үстіне теріп шығамыз. Үстіне тағы да пакетке салынған осындай майонез, кетчуп сүріп, аздау сыр сеуіп, газ пешімізге саламыз. Газ пешіміз 200 градуске қызып тұрған газ пешімізде 10 минут астын жағып пісіріп аламыз. 10 минуттен соң осындай листімізді шығармай тұрып, үстіне тағы да сырымызды сеуіп, үстіні 10 минутке жағып пісіріп аламыз. Жалпы пісетін уақыты 20 минут. Менде газ пеші болғандықтан біріншіден астын пісіріп, кейін үстіні пісіріп аламын. Сіздер өздеріңіз пештеріңізге қарай көріңіздер. 4-5 формадағы пиццамыз. Бұның үстінде де дәл осындай етіп кетчупымызды салып, үстінен шұжығымызды теріп, үстіне салмаларымызды солай дайындап сала береміз. Майонез жағамыз. Қызанақты да дәл осындай етіп, порционны үстіне теріп шығамыз. Қызанақ салсаңыздар, пиццаңыз өте жұмсақ болып шығады. Үстінен майонез жағып, аздау сыр сеуіп, газ пешімізге саламыз. Екінші пиццамыз дайын болып жатыр. Мына пиццамыз жұмсақ, қамыры жұп-жұқа, жақсы піскен. Екінші пиццамыз мұны. Оны 10 минут пісірген соң үстіне тағы да осылай сырды сеуіп, пісіріп аламыз. Мына пиццамызды дайын кесі. Осылай кесіп алдық. Мына сырымыз еріп тұр, жұмсақ, жұқа. Өте дәмді пицца. Видео ұнаған болса лайк басып, арнама жазыңыздар. Сіздермен болған Диана.